Армысыздар, құрметті оқырман қауым. Сіздерге сирек және құнды кітаптар қорындағы миниатюралық кітаптар топтамасынан 1976 жылы жазушы баспасынан жарық көрген «Шабыт шалқары» кітабын назарларыңызға ұсынамыз. 176 беттен тұратын бұл жинаққа қазақ ақындарымен қоса неміс, орыс, корей және ұйғыр ақындарының өлеңдері еніп отыр. Жинақтың алғашқы беті екі тілде жазылған. Интернационал өлеңімен басталып, Диқан Әбіловтің 5 жылдықтар белесі, Әбу Сәрсенбаевтың туған жер, Әбділда Тәжібаевтың ғани монологы, Фариза Оңғарсынованың коммунистер партиясына және тағыда басқа қазақ ақындарының өлеңдерінен бөлек корей ақыны Ким Дюнның сыр бойында, неміс ақыны Давид Йосттың Алатау таңы, орыс ақыны Валентин Смирновтың тау жыры, ұйғыр ақыны Илья Бахтияның жайлау түні өлеңдері еніп отыр. Құнды кітаптар қорындағы бұл жинақ өлең сүйер оқырман қауымға арналған. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.